Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Параграф 2 судың да сұрауы бар. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, негізгі қосымша детальді ақпаратты анықтаңдар. Су тіршілік нәрі. Су тіршілік нәрі. Халқымыз судың да сұрауы бар деп тегін айтпаса керек. Бүгінде әлем бойынша гигиеналық таза ауыз суға қол жеткізе алмай отырғандардың саны 2 миллиардтан асып жығылады. Демек, осыншама адам әлі де жер құдық пен ағынды өзеннің лас суын ішіп отыр деген сөз. Ғалымдардың айтуынша, болашақта су тапшылығы арта түспек. Тіпті халықаралық жанжалдар жер мен байлыққа емес, күнделікті тұрмыста қолданылып отырған таза су үшін туындайтын түрі бар. Кей ғалымдардың тұжырымына сенсек, жұмырбасты пенде сусыз бар болғаны бір апта ғана өмір сүреді. Ал белгілі ғалым Гофман Кадашниковтың есебінше адам 70 жасқа келгенше орта есеппен 75 тонна су ішеді екен. Талайдың қолы жетпеген таза суды ысырап етушілер азаймай отыр. Сондықтан бүгінде таза суды үнемдеу шаралары жүргізілуде. Суы тұщы өзендер мен көлдердің ластанбауын ұсынған ғалымдар су тапшылығы мәселесін шешуге талпынуда. Біздің елімізде де таза су тапшылығы мәселесі жоқ емес. Сол себепті ауыз су, ақбұлақ бағдарламалары қабылданды. Дастанбек Садық. Енді сұрақтарға жауап берейік. Судың да сұрауы бар деген мәтел не себепті айтылған? Жер шарының 70%-ын су алып жатқанына қарамастан, неліктен 2 миллиард адам су тапшылығын көруде? Ауыз су, ақбұлақ бағдарламаларының мақсаты не деп ойлайсыңдар? Суды қалай болса солай қолдануға болмайтынын, оның да таусылатынын білдіреді. Жер шарының 70%-ын су алып жатқанымен, оның басым бөлігі ішуге жарамсыз ащы су. Ауыз су, ақбұлақ бағдарламаларының мақсаты суды үнемдеу жолдарын қарастырса керек. Мәтіндегі негізгі ақпарат: су тіршілік нәрі. Бүгінде әлем бойынша гигиеналық таза ауыз суға қол жеткізе алмай отырғандардың саны 2 миллиардтан асып жығылады. Қосымша ақпарат: ғалымдардың айтуынша, жұмырбасты пенде сусыз бар болған бір апта ғана өмір сүреді. Детальді ақпарат: адам 70 жасқа келгенше 75 тонна су ішеді екен. Тағы басқа. Жіктеу есімдігі белгілі бір жақ түрінде қолданылатын есімдіктің түрі. Олар мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Мысалы, Ербол мектеп бітірді, ол институтқа түспек, мен оған хат жазып тұрамын. Сілтеу есімдігі меңзеу, нұсқау және көрсету мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі. Олар бұл, сол, ол, ана, анау, аналар, мына, мынау, мыналар. Әне, әнеки, міне, мінеки, осы, осынау, сонау. Мысалы, мен мына ауылдарға барып келемін, сен осы шаруаны тындыр. Бұл біздің үй. Артық болмас білгенің: суды бекер сыпырма, судың бетін түнде ашық қойма, түнде көлден су алма, суға дәрет сындырма, су ішсең құдық қазушыны ұмытпа. Екінші тапсырма: жіктеу және сілтеу есімдіктерін қолданып, жоғарыдағы тыйым сөздердің мағынасын түсіндіріңдер. Суды бекер сапырма. Бұл сөздің мағынасы ішерге, асың, тісіңе басар ештеңең болмағаны. Осындай жағдайда ғана суды сапырасың дегені. Судың бетін ашық қойма сөзінің мағынасын мен былай түсінемін: судың бетін ашық қойса, бұл оның бетіне шаң түседі, немесе жын-шайтан тиіседі деп есептеледі. Түнде көлден су алма сөзінің мағынасы: бұл дегені суда түнде су перілері болады, ол адамға зиян тигізуі мүмкін дегені. Суға дәрет сындырма. Бұл суды таза сақтау мақсатында жасалатын тыйым сөз. Су ішсең құдық қазушыны ұмытпа. Бұл сөздің мағынасы: судың да еңбекпен келетінін біл дегені. Үшінші тапсырма: берілген сөздердің баламасын тауып түсіндіріңдер. Тапшылық көру, ысырап ету, ысырапсыз жұмсау. Тапшылық көру, мұқтаж болу, қажеттілік арту. Ысырап ету, шашып төгу, үнемсіз қолдану. Ысырапсыз жұмсау, үнемдеу, шектен тыс асыра қолданбау. Төртінші тапсырма: елбасы Назарбаевтың сөзін оқып, осы мәселе төңірегінде сұхбат құрыңдар. Есімдіктердің қызметін анықтаңдар. Әр мемлекеттің ең басты құндылығы оның халқы. Сондықтан халық денсаулығы үнемі мемлекеттің қамқорлығында болуы тиіс. Дені сау ұлт қана ұлы істер мен лайықты әрекеттерге қабілетті. Біздің мемлекетіміздің стратегиялық міндеттерін шешуде тұрғындарды ауыз сумен сапалы қамтамасыз ету мәселесі ерекше орын алады. Себебі халық денсаулығы тұтынатын судың сапасына байланысты. Осы мәселені шешу барлығы үшін маңызды және алдыңғы қатарлы міндеттердің бірі болып қалуда. Сұхбат. Аян, достар, бүгін ауыз су туралы сұхбат жүргіземіз. Сапалы ауыз судың пайдаланудың маңызы неде? Есен, адамның ең көп қолданатын су. Сусыз тіршілік жоқ. Әсіресе ауыз судың сапалы болғаны маңызды. Сапалы, таза су адам денсаулығы үшін аса маңызды. Аян, қазіргі таңда кейбір елдерде сапалы ауыз су тапшылығы болып отыр. Ал біздің елімізде бұл мәселе бар ма?
сезім. Біздің елімізде қазіргі таңда су тапшылығы байқала бермейді. Дегенмен келешекте су тапшылығына басқа елдер секілді біз де кез боламыз. Сондықтан әрбіріміз суды үнемді қолдана білуіміз қажет. 5-ші тапсырма. 2 топқа бөлініп берілген пікірлерді дәлелдеңдер, шынайы өмірмен байланыстырыңдар. Біздің елімізде ауыз су тапшылығы бар. 2-ші пікір. Біздің елімізде ауыз су қоры жеткілікті. 1-ші пікірге. Біздің елімізде ауыз су тапшылығы бар. Қазақстан су ресурстары тапшы мемлекеттер қатарына жатады. Географиялық тұрғыдан алғанда бізде табиғи су қоры өте аз және негізгі су ресурстарының көзі шекаралас мемлекеттер аумағында орналасқан. 2-ші пікір. Біздің елімізде ауыз су қоры жеткілікті деп ойлаймын. Қазір барлық елді мекендерде әр үйдің ауласында кран ағып тұрады. Тұрғындар емін-еркін қолданып жатады. 6-ші тапсырма. Баспасөзден ғаламтор желісінен ауыз су ақбұлақ бағдарламалары туралы мәліметтер тауып, есімдіктерді қатыстырып, ресми стилде шағын баяндама жасаңдар. Үкімет соңғы жылдары халықтың әл-ауқатын, білімі мен денсаулық жағдайын жақсартуға бағытталған бірқатар мақсатты бағдарламаларды іске асырып келеді. Солардың бірі ауыз су мәселесіне байланысты әзірленген ауыз су бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты ауылды жердегі халықтың орталықтандырылған сумен қамту. Ақбұлақ бағдарламасында бірінші сумен қамту нысандарын жаңадан салған кезде жүйелі әдіс-тәсілдерді енгізу көзделген. Екінші, елді мекендердегі сумен қамту жүйелерінің тиімділігін арттыру. Тағы басқа.